Сәлеметсіздер ме, балалар? Сәлеметсіздер, мұғалім. Сәлеметтім, отырыңыздар. Кәдеки балалар ортаға шыға қояйық міндерге. Келеміз ортаға. Сабағымызды бастамас бұрын біз қазір сіздерменен қызығушылығын ертіп аламыз. Қазір біз сіздерменен өрмекші торын жасаймыз. Әрқайсымыз өзімізге байланысты жақсы сөздерді айтамыз. То есть каждый хорошие слова. Мен тәртіптімін. Держи, Саша. Мен әдемі. Елена. Держи. Мен әдемімін. Юра, бит. Мен еңбекқор. Мен мейірімдімін. Мен сыпайымын. Мен ақылды. Мен күкілдім. Жи. Мен шыдамдымын. Мен жомармын. Достаточно. Так, енді қараңыздар балалар, неге біз сіздермен бірге өрмекші торын құрдық, Енді біздің өмірімізде біз осындай бәріміз бірге болуға тырысуымыз керекпіз. Мы будем все вместе теперь? Заодно? Иә. Жақсы балалар. Ал енді қазір әрқайсымыз орындарымызға барамыз. Пускай, Саша. Әрқайсымыз орындарымызға барамыз. Бір-бірлерімізге не тілейсіздер, соны айтамыз. Юра айтып, сен оқушылар, сыныптастарыңа не тілейсің? Что ты желаешь? Саша, садись. Мен сендерге шаттық тілеймін. Мен сендерге бақыт тілеймін. Жақсы. Мен сендерге денсаулық тілеймін. Жақсы. Ал мен сендерге сәттілік тілеймін. Я вам желаю, конечно, удачи. Жақсы балалар. Біз сіздермен бірге біз болашаққа саяхат тақырыбын аяқтадық. Бүгін сабақта сіздермен бірге қайталау сабағы болады. Қайталау, қайталау сабағы. Сабағымызды бастамас бұрын, мен сіздерге қазір мынандай тапсырма беремін. Қарындаштарымызды қолдарымызға аламыз. Сіздер тезірек қазір бұл неде, сіздер сәйкестендіру жасай қойыңдар. Так, сәйкестендіру жасаймыз.
Так, кім болды? Кім болды? Қол көтереміз. Говорите, кім болды? Мен болды. Так и говорите. Мен болдым. Так, Максим болды. Юра. Тезірек, уақыт уже. Так, Саша болды ма? Так, біріншіні кім оқиды? Бірінші. Мәзір ғарышкерлерге арналған тағамдар тізімі. Жақсы, дұрыс айтасыз. Екінші, Саша оқимыз. Шақырым метрдің басқаша атауы. Жақсы, дұрыс. Шақырым, это расстояние, 1000 метр. Так, келесі, марапат, Юля. Марапат ерлер үшін еңбек еткен адамға берілетін атақ немесе сый. Хорошо. Марапат это награждение. Да, еңбегі үшін, за труд. Жақсы. Келесі, төртінші Максим. Оралу ғарышкер тағамын салатын орнайы құтты немес ыдыс. Дұрыс. Так, Юля, сенікі қандай оралу? Дұрыс емес ол. Оралу бастапқы ұшу нүктесіне қайтып келу. Қайтып келу болады. Жақсы, қайтып келу. Оралу да глагол да возвращаться. И соңғысы Саша. Соңғысы сіздерде болды сықпа. Саша. Ғарышкерлерге арналған тағамдар тізімі. Молодец, жақсы. Өте дұрыс айтыңдар. Жақсы. Так, сонымен сіздер бірінші жаңағы қызығушылық тапсырмасын сіздерге ойдағыдай орындап шықтыңыздар. Енді қазір оқулықтарымызды ашайықшы. Оқулықтарымызды, учебники. Листочек отойдите просто назад. Все, добро. Так, оқулықтарымызды ашамыз. 68-ші бетті ашамыз. 68-ші бетте 68, 60, значит 68. Понятно, да? Бірінші тапсырмаға қараймыз. Бірінші тапсырмаға қараймыз. Так, сіздерге тапсырма бойынша тапсырмада былай дейді. Көп нүктенің орнына тиісті қосымшаларды қойыңдар дейді. Тиісті қосымшаларды қойыңдар. Так, бірінші сөйлемді кім оқиды? Кім бірінші сөйлемді оқиды? Кім оқиды? Кто будет читать первый предложение? Кім оқиды? Так, Юля оқи ғой. Мектептің төбесі әйнекте жалғасқан. Неден? Әйнек жалғауына тен, да? Жақсы, дұрыс айтасыз. Мектептің төбесі әйнектен жасалған. Әйнек это что? Әйнек это стекло. Хорошо. Жақсы, дұрыс айтасыз. Екінші сөйлемді Максим оқи ғой. Мектептің қабырғасы кірпіште қаланған. Жалғау, кірпіш, жалғау қандай? Те или тен? Тен. Кірпіштен. Из чего? Из кирпича, да, значит, стены? Кірпіш, орысша бағасында қалып жатыр бір. Үшінші сөйлем, Саша оқи ғой. Мектептің терезесіндегі перде мата. Жалғау, шығыс септік. Жалғау. Шығыс септіктің жалғауы. Неден? Матадан, е? Матадан тігілген. Жақсы, матадан. Перде это что? Значит, так, төртінші соңғы сөйлемді кім оқиды? Юля оқи ғой. Сыныптың ішіндегі тақта пластиктен жалған. Жақсы. Жасалған. Не жалған? Жасалған. Жақсы. Так, сонымен мына жерде сіздерде жалғау. Қандай септіктің жалғауын жалғады? Неден барлығы? Қандай септік неден? Какой падежді неден? Шығыс септіктің жалғаулары. Жақсы.